Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кептірілген баклажаннан өте дәмді болып шығатын салат әзірлеуді көрсететін боламын. Алдымен менің каналыма жазылып, пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Толық керек заттарды төменге жазып қоямын. Алдымен жазда кептіріп алған баклажандарымызды осылай суымызға салып алатын боламыз. Су осылай батып тұру қажет. Енді үстіне тұзымызды ашылау етіп салып, қайнап шыққанын күтеміз. Қайнағанда 10-15 минуттай қайнау қажет. Міне менде 10-15 минут қайнады, осындай болу керек. Бұдан қатты пісіп кетпеу де қажет. Егер пісіп кетсе, езіліп кетеді. Енді суымыздан сырғытып аламыз. Осылай суын сырғытып қойып қойдым. Оның аралығында мен ішіне салатын сәбізімізді теркадан шығарып алатын боламыз. Және де сарымсағымызды қосып шығарамыз теркадан. Тәтті бұрышымызды да дәл осылай жіңішке етіп турап шығамыз. Су сырғыған баклажандарымызды ортасынан бөліп шығатын боламыз. Егер ұзын қаласаңыздар, кеспеулеріңізге де болады. Мен осылай жарты белінен кесіп шықтым. Енді үстінен теркадан өткізілген сарымсақ пен сәбізін саламыз, және де чим-чим приправасын салатын боламыз. Үстіне сұйық май құямыз. Өздеріңіздің салаттарыңызға байланысты құясыздар. Мен 3 қасық құйдым, маған осы жеткілікті болды. Және де турап алған тәтті бұрыш, ащы бұрыш, китайский тұз және де сояви соусымызды құятын боламыз. Мен 2 қасық құйдым. Және де үйдегі бар көкөністерді салатын боламыз. Менде укроп болған, соны салып, осылай араластырып, үстін жауып, холодильнигімізге 2-3 сағатқа қойып қоятын боламыз. Холодильнигімізде қанша көп тұрса, сонша дәмді болып шығады. Міне менде салатым дайын болды, өте дәмді болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Егер де осы видео ұнаған болса, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.